Міне, ассалаумағалейкум бәршеңізге, қайырлы күн һәм қайырлы таң, құрметті мұсылман қауым халқымыз, қалайсыздар? Әуелен бар Қарақалпақстан Республикамызға, халқымызға ассалаумағалейкум. Одан кейін Қазақстан Республикасына, сонан кейін бұл жерде бұдан бір хәпте алдын TikTok'та стримда отырғанымызда, яғни прямой эфирде отырғанымызда Сәбит ағамыз гостиімізға көтеріліп, өзі жайлы мағлұматларды, ақпаратларды беріп, біз сондай ас бере жақ едік. Сол асқа келсеңіз, сізге беретұғын сауғамыз бар, яғни сый-сияпатымыз бар дегендей, осы жерге келіп отырған жеріміз бар, әзіздер. Әлбетте, негізі ата-бабаларымыз өмірде көргенін көзбенен көріп, құлағымен естіп, қолмен ұстаған нәрсесін айтып, рауият қылып кеткен біздерге. Неге десеңдер, шақырған жерге бар, шақырмаған жерде не бар дейді. Әлбетте, әркім бір сыйлағанның құлы. Әркімнің өзіне жараса құрметті, ізеті, абырайы бар. Сол айтқандай, сол Сәбит ағамыздың қазіргі уақыттағы шөркемдестіріп отырған асларына, беріп отырған садақаларына келіп отырмыз, әзіздер. Енді әзір қарап отырсаңдар, кімі Талдықорғаннан, кімі жаңағы әрбір районлардан, қалалардан келіп отырған қанша мың десек те болады, қанша мың адамдар бар бұл жерде. Сол қанша мың инсандардың кеуілін таба білу керек. Сол қанша мың инсандардың кеуілін тауып біліп отырған Сәбит ағамызға өз миннатдаршылығымызды білдіріп қаламыз, ары қарап қабыл болсын дейміз. Енді атырапта қарасаң, бұл жерде қаншама адам көп болса, машин да сонша көп екен. Мысалы, мына жерде әзір 600 адам бар дейік, 600 машин бар екен, көрдіңдер ме? Мына жағымыз лыққа тола. Әзір машиндар бір-бірімен өте алмай жатыр, қағысып. Енді мына жаққа келетұғын болсақ, бұл жағының енді басы бар, аяғы қай жақта? Бір Алла біледі әнеке, көрдіңдер ме? Себебі, жаңағы айтып отырмыз ғой, мысалы, әркім бір сыйлағанның құлы деп. Сол айтқандай, бұл Сәбит ағамыздың құрметі де бәлент екен. Демек, бұны дүниеге келтірген Алланың қалеуіменен әлпешлеп, дүниеге келтірген әлпешлеп ата-анасына рахметімізді айтамыз. Себебі, не дейді? Әкеге қарап ұл өсер, қызға қарап, анасына қарап қыз өсер дейді ғой. Ата-анасы қандай жақсы инсан екенін, мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, қанша мың адам келіп жатыр. Бұл Қарақалпақстан Республикасы Бозатау районының қандайдыр бір жаңа районы деп еді, әзір ұмытып тұрмын. Сол районнан көшіп келген, негізі ертеден. Бұдан бір 20-30 жыл алдын ба, сол келіп енді әзір әке-шешесінің несіне жаңағыдай Құран бағышлап, қойларды сойып, мал сойып, ас беріп, халықты жинап, осындай мынандай ала қойларды шөлкемлестіріп, мінеке көрдіңдер ме? Ата-анасына рахмет, тәрбие берген. Тәрбие берген соншелі мен танымаймын мысалы. Бірақ мені танып тұр, Қарақалпақстан Республикасының бұқарасы екенімді. Мінеке бізді құрмет етіп, сыйлап, ата-анасының Қарақалпақстан Республикасында қара суын ішкен, қара нанын жеп, зағарасымен қатық қатқан жармасын ішкен жерін, кіндік қарнын тапқан жерін ұмытпаған Сәбит ағамызға рахметімізді айтамыз, әзілер. Көрдіңдер ме? Мінеке, сол айтқандай, ары қарап енді видео давамында көресіздер. Сәбит ағамызбен танысамыз әзір барып, ары қарап видео давамында көріп бара бересіздер. Әлбетте лайк басып ұмытпаңдар, жақса да жақпаса да лайк басып кетейік. Ассалаумағалейкум, қабыл болсын, Алла қабыл етсін. Ассалаумағалейкум. Аяна Сәбит, сізбен сөйлестік қой, солай емес пе? Бір танысайық, сізбен танымаймыз мысалы. Мені танисыз, бірақ мен сізді танымаймын. Сәбит пе, сіз WhatsApp-тан көрісіп сөйлесіп отырғансыз ғой. Қабыл болсын, Алла қабыл етсін. Рахмет, Алла сыйласын. Алла о дүниедегі сауаптан жазсын. Құран оқытып бағышлап атқан екенсіз, Алла қабыл етсін. Сонша адамдарды жинап, оларға ас беріп, бұл дүнияда алғыс ал дейді, алғыстың бәрі сізге бола берсін. Өні өскейсіз, ел халықтың қатарының алды болғайсыз. Алла қабыл етсін. Ниетіңіз жолдасыңыз болсын, Сәбит ағам. Берекетті. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух, құрметті мұсылман қауым. Осы Қайыр Сақауат каналы маратұста әзіргі уақытта Қазақстан Республикасында, уалейкум ассалам, осындай жерлерге келіп, мінекей съемкілерді неғылып, ас беріп, жаңағы ойын күлкі айтқандай, мына Нұржан Тілендиевтің 60 мың қар үй тігілді дегендей,
қаншама халықты жинап, ас беріп, ата-анасына Құран бағыштап, қатым етіп атырған, Құраннан шығартып атырған осы Сәбит ағамызға алғысымызды білдіріп қоямыз. Өліне сыйламаған тірі байымас дейді. Өліге құрмет ізет керек, әрбір инсанның ертеңгі күні баратын жерлеріміз. Сонша халықты жинап, ас беріп, халықтың ауызбіршілігін, ынтымағын тұтып, халықты құрмет етіп атырған осы Сәбит ағамызға рахмет, Алла қабыл етсін. Сіздерден бір ілтимасымыз лайық басып, сондай дүниеде жақсы инсандардың бар екен, көпшілік екен дәлелдеу үшін лайық басып қолдап қуатлап отырамыз. Бұл жерде әзір енді ала ойын масланады ғой шамасы. Сіз де өзіңіз бір таныстырып өтіп кетсеңіз. Атым Сәбит болады. Бозатау районынан көшіп келген ертіндері совхозы. Атама ас беріп, көкпар шаптырып ет жинап. Сол бір ауылға атағаным бірі 20 мың теңге бір сой ұстаған бір. Ой, рахмет. Алла қабыл етсін. Ниетіңізге жеткесін Алла. Болады. Әне әзілер енді ары қарап территорияны, аймақты көрсетіп өтеміз, ары қарап видео көруден еш уақытта жалықпаңдар. Болады, яқшы, Сәбит ағам, жақсы болады. Azizim bu dünyaya bir beş günlük meymansan, uyalğançı degen jaydın bir şetini sıyğansam. Can qıynadın, mal jıynadın, kevlingdi hoş ayledin. Meyman boldun, bir gün keldin, tağı bir gün ketersin. Azizler, енді көріп отырған шығарсыздар, қазір қаншама адамдарды жинап, жаңағыдай ауылымыздағыдай өзіміздің ала ойын шөлкемдестіріп жатыр. Сонша инсандарды жинап, кім қай жерден, қайсы районнан, қайсы қаладан дегендей, осындай қасиетті нелерді ұйымдастырып, шөлкемдестіріп жатқан жері бар. Қарап отырсаңдар, Қазақстан Республикасының байрағы, яғни туы тұрыпты, қаншама атлар бар, мінекей, қаншама инсандар келіп жатыр. Енді көкпар дейміз, мысалы, қазақша. Біздерде енді ала ойын. Көрдіңдер ме? Қаншама районлардан келіп жатыр, қанша қалалардан келіп жатыр, көріп отырған жастар. Мына жақта аяқ басатын орын жоқ десек те болады әзілер. Осының бәршесін Бозатау районынан көшіп келген өзіміздің Сәбит ағамыз шөлкемдестіріп жатыр әзілер. Көрдіңдер ме? Бірінші тайын жас балдарға. Өңкей жас өспірімдерге бірінші тайын ойнап. Өспірімдерге бірінші тайын 4 салым. Өңкей жас өспірімдерге, болашақ палуандарға осындай кішігірім сауым тігіп, бірінші жас өспірімдер чаптырады. Одан кейін общий жаппай көкпар шабылады. Жаппай, иә? Сонан кейін бұл жерде тағы да бір ат табыла ма? Біздердің де арамыздан бір инсан қатысса, ат бар ма оған? Ол жақ қазір қарастырылады ол. Сол бір ләжі болса, бір ат болса, біздердің де бір арамыздан бір адам шықса. Болады. Қызықтың көкесі қой сойғанда демекші дегенде Құдай қаласа қызықтың көкесі енді басталады. Енді көресіздер, видеодан алыстаспаңдар әзілер. Кеттік аға. Құрметті ықылас-беттеріміз көріп отырған шығарсыздар, қаншама инсандарды жинап ас беріп жатыр, Алла қабыл етсін. Берекетті, сау бол. Қасық болса, таза қасықтан. Ас болсын, жегерлеріңіз қадал болсын, Алла қабыл етсін.